Армысыздар, тікелей эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мерлан Алтынбек. Бүгінгі тақырыбымызды футболға арнауды жөн көрдік. Күні кеше ата заңымыздың 20 жылдығына орай Ақтөбе футбол клубы мен оның жанкүйерлер арасында жолдастық кездесу болды. Және оған қатысып келген бүгін біздің студиямызда арнайы қонақтарымыз бар. Таныстыра кетейік, Ақтөбе футбол клубы жанкүйерлері ресми тобының әкімшілері тұрақты жанкүйерлер Мерей Ерсайынұлы және де Нұрсұлтан Болатбек. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Ал енді жігіттер, айта кетіңіздер, ойын қалай болды? Қандай сезімдесіздер? Бастай беріңіз, Мерей, сен баста. Біріншіден студияға шақырғандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Ал сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, енді ойын жоғары деңгейде болды. Өз деңгейінде өтті деп айтуға болады. Бұл себебі Ақтөбе футбол клубының тарихында өткізіліп отырған осындай бірінші шара, жалпы жанкүйерлер мен клубтың арасында ұйымдастырылып отырған. Сондықтан да бұл тарихи матч болды. Өте тамаша дәрежеде өтті деп айтуға болады. Есептің соншалықты үлкен болғандығына қарамастан жанкүйерлер де, футболшылар да өте ырза болып кетті деп ойлаймын елбасым. Нұрсұлтан? Ойын өте тамаша өтті. Ұйымдастыру жағынан болсын, басқа жағынан болсын, командалар бірінші таймда болсын, екінші таймда болсын, негізгі құрам ойыншыларын шығарды. Бізден де аянып қалған жоқпыз. Енді есеп 12-3 есебімен аяқталса да, бірақ енді өте қатты қуанышты болып, әлі күнге дейін эйфория, мысалы, айтатын болсақ, ризамыз барлығына. Білуімше, бұл жолдастық кездесу қайырымдылық сипатқа да ие болды. Демеушілік көрсеткен облыстық мәслихат депутаты Всеволод Щегельский. Сол жөнінде айта кетсеңіздер, жалпы жиналған қаражат деп жата ма? Сал ауруына шалдыққан балалардың еміне деп жатыр, жұмсалады деп. Сол жөнінде. Жалпы айтып отырғаныңыз дұрыс. Бұл шара қайырымдылық сипатында өтті. Яғни жолдастық кездесу мазмұнынан бөлек, бұл матчтың негізгі мақсаты сол қайырымдылық міндетті көздеген болатын. Сондықтан да жаңа өзіңіз айтқандай бас ми ауру, ми сал ауруымен ауыратын балаларға жұмсалды ол қаражат, бірақ өкінішке қарай мен қазір оның қаншалықты сома екенін айта алмаймын. Қайырымдылық матчынан түскен соманы. Сондықтан да, бірақ та айтатын болсақ, қайырымдылық матч өте жоғарыда айтқандай жақсы деңгейде өтті. Жалпы қандай позицияларда ойнадыңыздар? Қай футболшымен жиі текетірестіңіздер, допқа таластыңыздар? Және қай ойыншының шеберлігін атап көрсете аласыздар? Жалпы мен жанкүйерлер тобында шабуылшы болдым, жалғыз шабуылшы. Яғни менің алдымда қорғаныста ойыншылар Айодели Аделе, нигериялық легионер, және де жергілікті футбол мектебінің түлегі Саят Жұмағали, орталық қорғаушылар. Сол екі ойынша қарсы ойнадым. Өкінішке орай енді қанжығамыз майланбады. Өйткені кәсіби футболшылармен Нұрсұлтан пенальти салмай қалды. Бір Айодели Аделедің қолына тиген допты пенальти белгілеген бас төреші. Өкінішке орай пенальтиді дұрыс орында соға алмадым. Яғни қақпашы Алмат Бекбаев соққыны тойтара білді. Мерей? Бұл матч бір жағынан айта кететін бір жайт бар. Бұл матчтың жалпы сипаты қайырымдылықтан бөлек бір жаңа шоу ретінде. Себебі бұл жалпы Қазақстан деңгейінде клубтардың арасында, жанкүйерлердің арасында ұйымдастырылып отырған осындай бір тұңғыш шара деп айтып отыр енді. Сондықтан да, ал жаңа позицияға келетін болсақ, мен сол жақ қапталдағы қорғаушыдан бастап тірек жартылай қорғаушы, одан кейін шабуылшыға дейін ойнадым. Үш позицияда. Менің де қанжығам байланған жоқ, өкінішке қарай енді. Бірақ сонда да есте қаларлық матч болды шынымен. Білуімше есеп 12-де 3 болды. Бұл матч жалпы көбінесе Ақтөбе футбол клубы сәтсіз ойын көрсетіп жатқан кездерде жалпы жанкүйерлер нұсқау көрсетіп жатады ғой. Бұл бір сол нұсқауды практика ретінде көрсету талпыныс болған жоқ па бұл матч футболшыларымызға? Жалпы айтқанда, әрине алаңда сырттан тамашалап тұрған оңай сияқты көрінеді, бірақ алаңға шыққан кезде қиын екен. Мысалға жоғарыдан қарап тұрғанда ана жерге пас бер, мысалы ашық жер деп айтамыз ғой. Ал өзіміз ойнаған кезде кім қай жерде ашық, кім жабық екенін білмейміз. Трибунада отырып футболшыларды сынап мінеу оңай, әрине. Бірақ жасыл алаңға шығып, олармен өзінің телеарналардан, стадионнан көріп жүрген аяқдопшылармен бірдей деңгейде доп тебу үлкен дәреже. Бір жағынан
сонымен қатар бұл жұмыстың өте қиын екенін білесің шынымен де. Футболда ол жұмыс әрі өте қиын жұмыс деп айтуға болады. Бұл жолы жанкүйерлер кімге болысты? Жалпы 13-ші сектор өз әріптестеріне ме, әлде бұрынғыша Ақтөбе футбол клубының белді кәсіпқой футболшыларына ма? Бұл матчта енді жанкүйерлер біріншіден қызық ойын қарауға келген шығар. Сондықтан да жанкүйерлік еткендері ең алдымен жақсы футбол үшін жанкүйерлік еткен шығар. Себебі футболшылар доп соққанда да, жанкүйерлер доп соққанда да жаңағыдай әдемі қолдап, бізді алға қарай итермелеп, өздерінің ұрандарын айтып, бізді алға қарай нетіп отырды, намысымызды қоздырып, қамшылап отырды. Сондықтан да жанкүйерлерге, әсіресе 13-ші сектордың жігіттеріне өте алғысымызды айтамыз. Жалпы Ақтөбе футбол клубының баспасөз хатшысы Асхат Қалжановтың айтуынша, ұқсас шаралар енді жыл сайын ұйымдастырылады дейді. Бұның алдында көктемде, яғни біздің футболшыларымыз өз жанкүйерлер алдында сұрақтар қойып жауап алса, енді бұл жалпы осындай ұқсас шаралар енді қаншалықты жиі өткізіліп отырады? Жалпы жанкүйерлермен жұмыс бөлімінің қызметкері Асылбек Қуанышев деген азамат бар. Сол кісінің мұрындық болуымен жанкүйерлердің басын біріктіру мақсатында және де осы 13-ші сектор Ақтөбе фанс, біздің қазақша тобымыз бар, Ақтөбе жанкүйерлер ресми топ, және де орыс тобы бар, красно-белый деген, яғни территория красно-белых деген. Солардың басын біріктіріп, яғни жалпы бір іс-шара бастады. Енді ары қарай жалпы бұқара халықтың арасында да осындай жарыстар ұйымдастырады деген үлкен ойдамыз. Яғни бастамасы жаман емес, алға қарай үлкен бір белестерді бағындырамыз деп ойлаймыз. Дәстүрлі түрде ұйымдастырылып тұру керек, әрине. Жанкүйерлер қалай іріктелді құрамаға? Өзара ішкі талас тартыстар орын алған жоқ па? Енді қанша дегенмен кәсіпқой футболшыларға қарсы ойнау ол күнде бола бермейтін нәрсе, ол біреуге бақыт, біреуге ұмытылмас сәт, сондықтан қалай болды барлығы? Жалпы ойыншыларды таңдау барысында 13-ші сектордан 6 ойыншы, яғни 6 жанкүйер, 3 ұйым қатысты. Территория красно-белых ақпараттық жағынан қолдау көрсетті. Ақтөбе фанстан 6 жанкүйер, және де біздің қазақша тобымыздан, ресми топтан 6 жанкүйер, барлығы 18 жанкүйер алаңға шықты, және де диктор Азамат Айнағұлов қақпашымыз болды. Сонымен 11 ойыншы алаңға шықты, алмасып, әркім өзінің тобының ойыншыларымен алмасып, алаңға шығып ойнадық. Толықтыра кетсем енді. Бұл шара енді асығыс ұйымдастырылған айта кеткен жөн деп ойлаймын. Бірақ жаңағы біздің парақшамызда да көптеген жанкүйерлер наразылықтарын білдіріп жатыр. Біз кешегі кейбір жанкүйерлерге қарағанда жақсы ойнайтын едік. Бізді неге қоспадыңдар деген сияқты. Әрине ондай реніштер түсінікті, бірақ асығыс болғандықтан жаңа жоғарыда айтқанымдай критерийлер тек осындай Ақтөбенің ақпараттық қолдау жағынан белсенділік танытып жүрген жанкүйерлердің арасында іріктеу жасалды. Соған басымдық берілді. Келесі дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын болса, келесіне де кәдімгідей бір ай бұрын хабарлап алдын ала жанкүйерлерді ылғи тұрақты түрде ойнап жүрген жанкүйерлерді кәдімгідей жаттығуға араластырып, футболшыларын бірге бір ай бұрын алдын ала дайындап, ойынға тыңғылықты түрде әзірлеуге болады. Сонда жоғары деңгейде матч болуы мүмкін деп ойлаймын өз басым. Жалпы ұқсас шаралар, жолдастық кездесулер біздің қаламыздан бөлек қай қалаларда өтті және қай қаладан басталды мұндай дәстүр? Дәстүр Қазақстан бойынша Қарағандылық Шахтермен өзінің жанкүйерлерінің аралығында өтті. Жазғы маусым айында Қызылордалық Қайсар өзінің жанкүйерлерін өткізді. 2013 жылы Шымкенттің Ордабасы ойнап бастады. Жақында да Ордабасы жанкүйерлерімен кездесті. Ақтөбе тарихында алғашқы матч және қайырымдылық шарасы республика көлеміндегі алғашқы шара болып тұр. Яғни біз бір оқпен екі қоянды аттық деген сияқты. Жалпы қазіргі таңда енді фанат ретінде Ақтөбенің жағдайы қалай? Сізге жақсы көрінеді ғой енді. Қарқыны қалай қазіргі? Ішкі біріншілікте болсын. Қазіргі қарқыны енді ешкімге жасырын емес, өте деп айтпай ақ қояйын енді. Көңіл көншітерлік жағдайда емес, оны мойындау керек. 2-3 жыл бұрынғы Ақтөбе басқа да, қазіргі көріп жүрген Ақтөбе басқа.
өкінішке қарай. Бірақ қазір клубта өте жақсы өзгерістер болып отыр. Соның бірі жаңа бапкердің келуі, еуропалық біздің тарихымыздағы тұңғыш еуропалық бапкер. Және де келесі маусымнан бастап, келесі маусымды айтпай қойын, енді биылғы маусымды алған кезде енді Астананың Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шыққанын ескеріп, және де Қайраттың Еуропа лигасына көп күш жұмсағанын қаперімізге алатын болсақ, онда Ақтөбе биыл алтынға қол жеткізеді деген сенімдеміз. Әрине ол сенім қана қоймай, үміттенеміз де көп сенім артамыз клубымызға. Жалпы Астана енді топтық кезеңде, Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне алғашқы болып шықты. Біздің енді қанша дегенмен қарсылас болғанмен енді отандық команда, отандық клуб тарихты жазды. Бір сөзбен айтқанда, тарих жазды. Еуропа лигасының топтық кезеңіне Шахтер өтсе, енді Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне Астана бірінші болып тұр. Ақтөбе өкінішке орай қанша мүмкіндік болды, қанша командаларға, енді азулы командаларға есе жіберді плей-офф кезеңінде. Бір белгілі бір әттеген-ай өкініш деген жоқ па фанат ретінде? Енді 10 жыл бойы кішкене бір қадым қалған кезде сүрінген әрине өкінішті. Енді өздеріңіз білесіздер, мысалы плей-офф кезеңдерін Ақтөбеге өте қарымды қарсыластар кездеседі, яғни ол Вердер, Бремендік, Аз Алкмар болсын, Маккаби Хайфалық мысалы. Барлығы мықты. Биыл НМК-дан өткен жағдайда, енді бұйырмаған нәрсе ғой, өткен жағдайда біз мүмкін жолымыз болар ма еді. Өйткені НМК-дан кейінгі қарсыластар әлсіз болып келді. Плей-оффқа дейін әлсіз болды, плей-оффтың өзінде де жеңіп шығуға мүмкіндік болар еді. Дәл осы матчта НМК-мен не жетіспеді бізге? Сәттілік пе? Әлде мүмкін футболшыларымыз қақпаға дым тура бағыт жасамады ма? Енді жаңағы жоғарыдағы сұрағыңызға тағы толықтыра кетейін. Айтып жатсыз ғой, не деп, топтық кезеңге екі еуропалық мықты турнирдің топтық кезеңге өте алмадық деп. Енді былай қарап отырсақ, біз бұрында енді бала кезімізден бастап Ақтөбеге жанкүйер болғасын, армандайсың ғой енді Еуропа лигасына, ең болмаса Чемпиондар лигасына, ең болмаса Еуропа лигасына түсін деп. Бірақ енді қазір біздің арманымыздың барлығын шынымен де Шахтер мен Астананың жанкүйерлері көріп отырды. Сондықтан да әрине ол өкінішті нәрсе. Ал НМК-мен ойынға келетін болсақ, әрине екі матчтың қорытындысы бойынша 50-60 соққы жасап, оның бірде-бірін тарта алмау енді әрине біздің команда үшін сын. Бірақ бұл жерде бұндай калибрдегі командалармен ойнаған кезде, мысалға класс, шеберлік әдемі көрініп тұрып жеңіліп қалу бар да, шығып қалу. Сосын мүлдем қарсылық таныта алмай, кәдімгідей ойсыра, класс шеберлік жөнінен ойсырай ұтылу бар. Соның бұл екі вариантта бізде біріншісі болды деп ойлаймын. Себебі екі матчта да шеберлігі біздің футболшылардың екі бас жоғары болды. Сондықтан да бұл өте үлкен сәтсіздігі болды деп ойлаймын біздің клубта бұрын соңды болып көрмеген. Мысалы, кейбір футбол клубтарының фан қозғалыстар деп жатады ғой. Фанаттардың белгілі бір шоу ұйымдастырулары өз клубынан да танымал болып жатады. Мысалы ретінде Англиядағы белгісіз Милвол командасы, немесе кеше былтыр ғана келген Легия командасының жанкүйерлері. Бұл жағдайды қалай қарастыруға болады? Бұл қалыпты жағдай ма? Жалпы жанкүйерлердің клубты әлде солай белсендіре, жеңіске жігерлендіре түсе ме сондай қозғалыстармен? Әрине ол жігерлендіре түседі, бірақ жанкүйерлер, жаңа фан қозғалыстар деген мәселеге келетін болса, ол енді үлкен бір тақырып. Енді жаңағы сол Астананың, Қайраттың, Ақтөбенің, үш клубтың жанкүйерлерін қатар қойып салыстыратын болсақ, мысалы жанкүйер, біздің Ақтөбенің жанкүйерлері бізде жалпы қаламызда Қазақстан бойынша жанкүйерлік мәдениет жақсы дамыған. Оны баса атап өткен жөн. Және де Қайрат пен Астана ол клубтың тарапынан демеушілік етілетін жанкүйерлер топтарда, олар қозғалыстар, олар өздігінен мысалға көп нәрсеге
құлшынысы тартпауы мүмкін, я болмаса қолдарынан келмей жатуы мүмкін. Әрине бұл сын деп қабылданбасын, мәселен қазіргі тыңдап отырған қайрат жанкүйерлері. Бірақ та ешқандай мысалға ешқандай демеудің жоқтың қасында тұрған жағдайда да біздің 13-ші сектордың жанкүйерлері, басқа да жанкүйерлер өздігінен түрлі перформанстар, жаңағыдай модуль шоулар, әртүрлі клубты алға итермелейтін, қамшыландыратын, қамшылайтын, жігерлендіретін шараларды өздігінен ұйымдастырады клубтан тыс. Сондықтан да бұл өте маңызды деп ойлаймын, осы жерде айтып өткен осыны. Өкінішке орай біздің эфирдің уақыты шектеулі. Бұл негізі футбол тақырыбы шексіз тақырып, өте. Сондықтан біз өз эфир уақытымызды тамам деп айтамыз. Еске сала кетейік, біздің студиямызда болған Ақтөбе футбол клубының жанкүйерлері ресми тобының әкімшілері, тұрақты жанкүйерлер Мерей Ерсайынова және Нұрсұлтан Болатбек. Ақтөбе футбол клубы мен олардың жанкүйерлер арасындағы олардың байланысын нығайта түсетін шаралар көп болсын деп біз өз хабарымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.